Бұл видеода сіздерге оқушылар қанша ойнаса да еш жалықпайтын ойын түрін қалай жасау керек екенін сіздерге айтатын боламын. Осы ойынның пайдасы бұл балдардың есте сақтау қабілетін жақсартады, әрі тақырып бойынша берілген тапсырмаларыңыздың барлығын орындап тастайтын болады. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Кез келген браузерге Lumio деп жазамыз. Бірінші тұрған сайтқа кіріп, осы жерден біз өзіміздің мұғалім немесе оқушы екенімізді таңдаймыз. Мен мұғалім ретінде тіркелем, яғни бізге енді тіркелу керек. Мұғалім ретінде біз кіреміз тіркелуге, сол кезде осы жерде өздеріңіздің Google аккаунттарыңызды таңдайсыздар. Google аккаунт таңдағаннан кейін бізде осындай терезе шығады. Және мына жерде шетінде тұрған создать батырмасын басамыз. Осы жерде бізде бірнеше пункттер бар. Бізге ішіндегі игровые задания деген пунктті таңдаймыз. Бұл осының ішінде бізде 12 түрлі ойын бар. Әр ойынның қалай ойындалу керек екенін көру үшін видео нұсқаулықты көріп алуға болады. Солы көру арқылы сол ойынның қалай ойындалатынын ойнайтынын түсініп аласыздар. Міне осылай біз видео нұсқаулықтан үйреніп аламыз. Сосын үйреніп болған екен тапсырманы құрастыруға кірісеміз. Міне енді мен проверка память ойынын сізге қазір көрсетейін деп отырмын. Осы жерде міне енді тапсырманы құрастыру несі басталады. Мына жерге тапсырманың жаңа атауын жазасыздар. Мен бірінші оқушы және екінші оқушы деп атауын жаздым. Және астында сұрақтар мен жауаптарды жазуға болады, немесе суреттер арқылы тапсырма құрастыруға да болады. Менің сыныбым бірінші сынып болғандықтан мен әріптерден құрастырдым. Байқасаңыздар, бұл жерде 10 жұп тапсырма құрастыру керек. Сұрағын, жауабын немесе екі бірдей суреттен құрастыру керек. Жұптарды бірдей ету керек. Мысалы, мен А деген әріпті екі жаққа да А қоясын. Егер Р деген әріп қойсам, екі жаққа да Р қоям. Дәл осылай 10 әріпті бірдей етіп, екі бағанға теріп шықтым. Сіздер есе сұрағын жазып, сосын жауабын жазып, немесе өздеріңіздің қалаған тапсырмаларыңызды енгізсеңіздер болады. Бұл барлық сыныпта қолдану беруге болады бұл ойынды. Міне соңғы тапсырмамызды құрастырып болдық. 10-шы тапсырмамызды. Осыны құрастырып болғаннан кейін ең соңында готово деген батырманы басамыз. Бізде қазір ойын құрастырылып жатыр. Міне осылай шығады. Сосын тексеруге болады. Предварительный просмотр деп біз ойынымызды тексерсек болады. Қалай ойындалу керек екені. Осы жерде түсіндірейін, один игрок десеңіздер деген таңдасаңыздар, бір ғана оқушы ойнай алады. Ал 2 игрока деген таңдасаңыздар, 2 оқушы ойнай алады. Қазір менде бір оқушыны таңдадым. Міне осылай. Яғни бала
екінші жұбын табу керек. Есте сақтап мына осылай ойынды жалғастырамыз. Сол кезде мысал Д деген әріп былай шықты. Міне осылай ойынды ойнай береді. Осылай ойнау арқылы есте сақтау қабілеті дамиды. Және де менде мына әріптерді жаттай алмай жүрген оқушы болса, жаттап алуына жақсы көмектеседі. Енді осы ойынды оқушыға қалай жібереміз? Жоғарыдағы заверши редактированиені басамыз. Сол кезде мына біздің ойынымыздың не шығады? Осы жерден біз сабақтың атын жазамыз, немесе ойынның атауын жазамыз. Мен жаңағы әріптерді табу деп сабақтың атауын жазамын да, окей деп, осында тұрған QR код арқылы, немесе мына индикатор коды арқылы, немесе ссылканы копировать етіп алып жіберуге де болады. Мен қазір ссылканы копировать етіп аламын, сосын оны WhatsApp-қа оқушылардың чатына, немесе оқушылардың жеке өзіне ссылка жіберіп болады. Сосын оқушылар осы ссылканы басу арқылы ойынға кіреді. Міне, мысалы, привет, Мерей деп кірді. Осы жерде айтайын, егерде оқушы ойынды ашқан кезде, сіздің де ноутбугыңызда ойын ашулы тұру керек. Сол кезде ол жақта оқушыға ойын қосылатын болады. Мен осы ойынды өзім сабағымда қолдандым. Оқушылар өте қызығып, еш жалықпастан ойнады, және де әріпті ұмытып қала беретін оқушыларыма осы әріпті тез жаттап алуына өте жақсы көмектесті. Сіздермен болған Айгерім Нарбайқызы. Мен алдағы уақытта осындай тағы да басқа да қызықты ойын видеоларын түсіретін боламын. Сол үшін менің каналымды жоғалтып алмауларыңыз үшін тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Келесі видео сабақта кездескенше.